Қатпарлы тоқаш жасаймыз. Өте керемет болады. Жасап көрейік. Жылы су мен сүтке, аштыққа, қант, сұйық май қосып араластырамыз. Оған аздап ұнымыз салып алған соң барып тұзды саламыз. Тұзды көбірек керек. Яғни бұл тәтті емес, кішкене тұзды тоқаш. Одан кейін оның қалғанының бәрін салып жақсылап желейміз. Қамырды көтерілгенше жылы жерге бетін орамалмен жауып қоямыз. Осындай көтеріледі. Одан кейін столыңызды жақсылап майлап алыңыз. Сұйық маймен. Одан кейін осылай жан-жаққа қарай жаямыз, тартып қолмен. Одан кейін оның бетіне сары майды жағып, бірінші ортасына дейін, одан кейін екінші шетін жабамыз оның үстіне. Яғни 3 бөлікке бөлгенде осылай болады. Одан кейін тағы да майды жағып, оны тағы да жартыға жабамыз. Болды. Енді оны бөліктерге бөлеміз. Осындай ұзынша бөліктерге бөліп, айналдыра отырып, осындай форма келтіреміз. Міне видеода көрсетілгендей. Болды. 15 минутта пісіріп аламыз. 200 градуста дайын. Ас болсын.